сексологпын. Бүгінгі тақырып әйел адамның оргазм алғанын қалай білуге болады. Бұл өте өзекті тақырып, себебі ер кісі бітіргенде көбісі бәріміз білеміз, ал әйел адам бітірген білмей қаламыз. Бұл әйел кісілерде де сұрайды, және де ер кісілерде сұрайды, осы қалай білуге болады деп. Ең бірінші сұйықтық жағынан. Көбісі айтады, сұйықтық шыға ма, шықпай ма мысалы. Бұның оргазм түріне байланысты кейбір әйелдерде шығады, бір су сияқты көп мөлшерде, немесе аз кішкенде болса көп су шығады оргазм кезінде. Кейбір әйелдерде шықпайды. Су бұл оргазмның белгісі емес. То есть әркімде әртүрлі, соны білуіңіз керексіз. Және де қазір айтатын факторларға байланысты әр әйелде әртүрлі. Кейбір факторлар болу мүмкін, кейбір әйелдер кейбір факторлар болу мүмкін. Соны сіз өзіңіз қарайсыз, әйел адам да өзі қарайды, өзін сезінгеніне. Ең бірінші оргазм алғанда, ең бірінші спазм. Спазм дегенде кішкене қатайып кетеді бұлшық еттер. Бұл тек қана бұл әр жерде бұл мысалы аяқта да болуы мүмкін, қолда бүйтіп кішкене ұйып кете ма, осындай бір сезімі болып кетеді әйел адамда. Бірақ ол ауырмайды. Бірақ бір түрлі оргазмның бір факторлары сөйтіп ұйып қалады. Әр жерде әркімде әртүрлі, енді дене бөлшегін алсақ. Бұл біріншісі. Екіншісі бұл пульсация дейді. Пульсация бұл кішкене бүйтіп, қалай айтады оны, пульс дегенде кішкене дрожь ретінде, дірілдеп, немесе толқу ретінде кішкене болады. Бұл көбінесе жыныс мүшелерде болады. Әйел адам оны қынаптың ішіне сезу мүмкін, кішкене бүйтіп дірілдеуі, және де ер кісі мүше кіргенде соны да бұлай дірілдегені сезе алады. Бұл бір оргазм алған факторлар, бүйтіп кішкене дірілдеп. Үшіншісі жылу сезімі, бір жылу толқыны болып қалады. Сол жыныс мүшелерден бастап, аяқ, қол, іш, бүкіл денеге бір жылу сезімі болады. Бұл көбінесе тек әйелдер ғана сезе алады. Бірақ ер кісілерде, жыныс мүшеде де бір жып-жылы болып қалғанын, жылы және де бір дірілдеп, кішке толқу сезімін де сезе алады. Сол. Және де төртіншісі бұл әйел адам өзін контроль жаса алмайды, бақылай алмайды, өзінің денен реакциясын. Бұл әртүрлі болуы мүмкін, бір толқулар болуы мүмкін, дірілдеу болуы мүмкін, сондай да болуы мүмкін. Айтқандай, бұның факторлары сіз әркімде әртүрлі болып қалады. Кейбір әйелдерде мүмкін тек жылу және дірілдеу, бірақ бүкіл дене жағынан осындай бір реакция болмауы да мүмкін. Сіз оны, бұл бір ішкі сезімі ғой. Бұл денеге қалай шыққанын да білмей қалады. Бұл қаншалықты әйел адам өзін сізбен ашық, еркін сезінгеніне байланысты. Кейбір кезде, мысалы, оргазм өте қатты болмауы мүмкін, кішкене де, то есть қатты сондай бір осы факторлар қатты болмауы мүмкін, кішкене болуы мүмкін, бұл да мүмкін, ал кейбірінде өте прям қатты берілуі мүмкін. Вот, то есть осы факторлар, былай айтқанда, ер кісілерге көбісі айтады, қалай бітірген біле аламыз, біле алмаймыз. Көбі, енді шынында айтсақ, ол енді бүкіл дүниежүзілік факт, дерек ақпарат, бұл әрине әйел адам оргазм көбісі алмайды, өкінішке орай, және де көбісі алдым деп айта салады. Бірақ шын мәнінде алмады. Осы енді оргазм тақырыбы өте терең, бұны бұлай екі сөзбен айта салатын зат емес, себебі әр әйел адамның көбінесе оргазм алу жолдары өте терең, көптеген факторларға байланысты. Бұны мен бөлек видеода айтқанмын да, оргазм жайында. Бірақ нақты сіздің күнделікті өміріңізге сай, осы факторлар сіз оған қарап, шешім және де жалпы бақылап көріңіз. Және де өзіңіздің қазіргі ситуация, қазіргі өміріңізде бұл қаншалықты сай осы ақпарат. Және де көбінесе айтатыным ең соңғы былай жай, бұл дауыс оргазм алғанның белгісі емес. Сол үшін
бақылап көріңіз. Рахмет, сау болыңыз.